жырың. Кешегі өткен заманда, қара құпсық қобанда, атасы мұның Тоқтарбай, халықтан ысқан болды бай. Байлығындай сеп жоқ, айдауып бағып жаяуды, төртілік мал бәрс. Ақтан нұрила, абай құнанбай, қыз. Сор болтысы суық қаптайдан ұстам, күз болдың құлтынан жерді басқан. Білмем, тұйғанына тұнғаным, жылқы ойнап я қашқан тажашық. Таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Есіңде бар ма? Жас күнің. Көкірегің толық, басың бос. Қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Ассалаумағалейкум. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп бос айтылмаса керек. Машын оқып бергім келеді. Өзіме қатты ұнады себебі әкім аға тақырыбы айтып тұрғандай, жақсы адам жарық күнде демекші, әкім аға айналасына тек жақсы адамдарды жинап жүреді. Сондықтан әкім аға жүрген жердің бәрі жарық күн сияқты болып кетеді. Енді қосылатын шығар көпшілік менімен. Жақсының жаты болмайды, жаманың ұяты болмайды деген халық даналығынан бастаған екен. Ойламаған жерден өзгенің қиянатына тап боласың, жазығың не. Шыбын жаның шырылдай түседі. Ақырында өмірдің бір соққысы деп қоя саламыз. Өмірдің осы соққысы алдыңнан тағы шығып жатса, не болмақ, дейді әкім ағамыз. Бәрінде жасайтын өзіміз. Бұл повесті оқып шыққан әрбір адамның көз алдына өзінің де туған ауылы елестеп, өзінің де балалық шағы, жасөспірім шағы, ауылдың тыныс тіршілігі барлығы, ата-анасы барлығы да көз алдына келіп, терең бір ойға шомары хақ. Мінекей осындай тамаша шығарманы ұсынып, бізге танысуға берген салтанат қарындасымызға деген алғысым шексіз. Армысыздар, құрметті кітап жанашырлары. Бүгін кітап әлеміне жобасы бойынша Салтанат Әбдіғалимен біз бірге кітап оқимыз атты онлайн бәйгесіне қатысушы Жанжолова Ақжарық. Күзді сүйем, жоқ, сізді сүйем. Ашықтықтың бойдағы ізгісімен жапырақтай үмітін үзіледі, мүлгендей кейіпте жүз кісіде. Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым, құрметті кітап жанашырлары. Бүгін біздің сіздермен бірге ой бөлісіп талқылайтын шығармамыз жазушы, журналист Қарауылбек Қасиевтің «Иман жапырағы» атты шығармасы. Жалпы менде бір әдет бар. Енді осы шығарма қалай әсер етті ме? Ол басқа да халықтарда болған шығар, бірақ біздің халықтың басында болған өте үлкен орын алды. Ақша тияп қалмасын деген мәселе сол кезде қалған, басқа ақсыздың болмасын. Қыркүйек, қазан қайыр қараша, қарашада қарда жанар қаласы. Күз емес, күз дегенің өмір ғой. Жыңғылдың гүлі. Жыңғылдың гүлай, жыңғылдың, мен сені талай жырғылдым, ашылмай кеткен сырғылдым, басылмай кеткен мұңғылдым. Жерді айтсам, топырақ жылайды. Желді айтсам, жапырақ жылайды. Елді айтсам, азамат жылайды. Ерді айтсам, қазанат жылайды. Тірі көздің көлі мұң, кетер одан айылып. Менің қозы көңілім сен жақта жүр жайылып.